Барлықтарыңа сәлем достар, менің атым Аружан, менің арнама қош келдіңдер. Бүгінгі видеода мен талқылағым келіп тұрған тақырыптар бар. Ешқандай да влог түсіргім келмеді бүгін. Сол себепті жай ғана сіздермен әңгімелесіп, өзімнің ойларыммен, жаңа қалыптастырып жүрген әдеттеріммен, сонымен қатар өзім сіздерге осы Рамазан айында қалыптастыратын жақсы әдеттермен сіздермен бөліскім келіп тұр. Ішіме сыймай кетті, сол себепті осылайда сіздерге бөлісуді жөн көрдім. Осы Рамазан айының басталғанына бір аптадай өтті. Осы арада мен өзіме жоспар жасап қойған болатын осы айға. Бірақ та ол жоспарды мен ауыстырдым. Себебі физически ол невозможно болып кетті. Возможно, но мен кішкене жалқаулаумын дегендей, сол себепті оны азайттым. Осы Рамазан айында өзіме қалыптастырып жүрген әдеттерді сіздермен бөлісемін. Сіздер де сол пайдалы істерді немесе пайдалы жақсы әдеттерді өздеріңізде осы айда қалыптастырып алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Себебі Рамазан айында сіздер өз-өзіңізге қарсы шығумен күресесіз да, өз-өзіңізге қарсы шығумен күресесіз. Өзіңіздің ойыңыздағы қақтығыстармен кездесесіз ғой, былайша айтқанда. Андай артық, жаман, қара күштердің сізге әсері жоқ бұлайда. Барлығы қамалған, барлығы жоқ. Тек қана өзіңіздің нәпсіңізбен күресу айы деп аталады. Деп түсінемін мен өзім осы айда. Мен андай ойбай деп барлығын жасап жүрген жоқпын, но мен тырысып жүрмін да. Менде ниет бар, ең бастысы, ең бірінші нәрсе ол ниет. Бүкіл жерді, қай жерді қара, бүкіл подкаст не бар, бүкіл жетістікке жеткен, бүкіл өзін-өзі дамытып жүрген адамдарда ең бірінші ниеті бар. Ол қандай ниет? Түзу ниеті бар. Өзінің ішкі ниетін дұрыстап алып, судан бастап, ары қарай өзінің әрекеттеріне көше бастайды. Қалай ниет қою керек? Ең алдымен сіз отырасыз, тыныштықта жалғыз өзіңіз боласыз. Терең тыныс алып, өзіңіз нені қалайсыз? Ең бірінші соны түсініп алыңыз да. Ең бірінші нені қалайсыз? Қандай өзіңіздің қасиеттеріңізді дамытқыңыз келеді, немесе өзіңізде қандай қасиеттерді көргіңіз келеді, қандай жақсы әдеттерді қалыптастырғыңыз келеді, барлығын дәптерге жазып алыңыз, блокнотыңызға жазып алыңыз, немесе сол ойыңызда сақтап алыңыз да, тыныштықта келген кезде соның барлығын ойланып, бұл шынымен маған қажет пе, мен бұған үлгеремін бе, жалқаулық болмай ма деген сияқты сұрақтар қойып алып, сол сұрақтың жауабын алып, бірақ ниет етесіз. Отырасыз, айтасыз. Барлық іс бисмиллахи-рахмани-рахимнан басталады, бисмиллядан басталады. Алланың атымен бастайсыз. Мен осы нәрсені қалаймын, мен осы нәрсеге жетемін, мен осы нәрсені жасауға ниет еттім дейсіз да. Болды. Бірінші ниет кетті. Ал екіншіден, осы айда мейлінше көп дұға етіп, құлшылық жасап, көптеген салауат пен зікір айту, ол ең бастысы сол деп ойлаймын осы айдағы. И мен өзіме андай не қойдым, жоспар қойдым. Бір күнде осы Рамазан айы біткенше күнде 100 салауат айту, өзіме арнайы бір 7 зікірдің түрін алып алдым да, зікір айту. Соны 33-тен немесе одан да көп зікір айту. Арнайы 7 тізімін істеп алдым мен өзіме, соларды айту. Салауат, зікір, потом дұға жасау. Салауат айту, зікір айту, өзіңізде андай отырып істеуге уақытыңыз болмаса, то ютубта бар. Мен кейде қолым босамай жатса, ютубтан қосып қоямын да, басқа тірліктерін істеп, сол салауатты ютубта айтып отырады. И соның артынан қайталап сіз айтып отырасыз. Бір жағынан жақсы, тездеу андай өлең қылып айтады да салауат. Жақсы подкасттар, сондай имани подкасттар көріп жүрмін қазір.
осы айға қойған жоспарым сол. Екіншісі ол менде қолым бос кезде үй жинап жатқанда, макияж жасап жатқанда таңертең подкаст тыңдау. Ол 2 сағат болсын, оны күн-күнге бөліп тыңдау болсын, немесе 10 минут болсын, менде подкаст тыңдау. Мен тыңдап жүрген подкасттар ол Айжұлдыз Адайбекованың подкасттары. Мен оны қатты жақсы көремін. Айжұлдыз Адайбекова менің кумирім. Екіншісі ол The Wizard Liz. Ол тоже менің кумирім. Соны тыңдаймын. Потом Садық Гуру бар, соны тыңдаймын. Либо көп подкасттың түрі көп, не бар, соның барлығын тыңдаймын. Подкаст тыңдау арқылы сен өзіңнің ойыңды жинақтап, уже өзіңе керекті информациялар жинайсың да, уже сенің дамуға деген, өмірге деген көзқарасың өзгеріп, әр адамнан естіген сөзіңді өз миыңда тиянақтап, түйіп, өзіңнің ойыңды шығарасың да, подкаст тыңдау арқылы. Мен солай түсініп жүрмін да өзім. Үшінші менің әдетім жасап жүрген ол медитация. Достар, медитация это что-то не то, это что-то другое. Медитация деген ол бөлек әлемге түсіп кеткен сезім. Медитация ол тыныштық, бөлек әлем, визуализация, барлығы бар ол медитацияда. Көз алдыңа елестету, тыныштық, жан күйіңнің тыныш болуы, жүрегіңнің тыныш болуы. Вот мен сондай сезінемін да медитация жасағанда. Медитацияны мен қай уақытта жасаймын? Медитацияны мен желательно таңертең, қазір сәресін ішіп болғаннан кейін ұйықтап аламын 1 сағаттай. Потом менде сабақ басталады. Сабаққа бармай тұрып 2 сағат бұрын, 2 сағат бұрын сабақ мысалға менде 8-де басталса, то мен үйден 7-ден аса шығам. Сол 6-дан 7-ге дейін менде бояну, шаш істеу, киіну сол уақытқа кетеді. Сонымен қатар сол әрекеттерді жасап жатып, мен подкаст тыңдаймын. И 6-дан 6-ға дейін, 5-тен 6-ға дейін мен 5:30-нан 6-ға дейін немесе 5-тен 6-ға дейін мен өзімнің андай духовный немесе 5-тен 6-ға дейін өзіме уақыт бөлемін. Не істеймін уақытта? Мен сәресін ішіп боламын. Сәресін ішіп болғаннан кейін бет күтіміне уақыт бөлем. Потом медитация 1,5 сағат немесе 15-20 минуттың кетеді медитацияға. Ары кетсе 2 медитацияны таңертең жасаймын. Потом таңертеңгі жаттығу, утренняя разминка кәдімгі. Сондай жасаймын. Медитация жасап болғаннан кейін сенде андай гармония, бөлек әлемінде тыныштық, спокойствие сенде сезіледі да. Потом сол арқылы сен жеңіл түрде таңғы жаттығуыңды жасайсың. 10 минут стретчинг, таңғы стретчинг, таңғы растяжка немесе таңғы просто зарядка, таңғы зарядка. Сондай жасап ал. Мен сондай жасаймын да. И ол маған күніме энергия береді да. Энергиямды көбейтеді, одан самайын. И соларды жасау арқылы мен өзіме рахат аламын. Либо мен оларды жасамай кетсем, мен өзімді күні бойы кінәлі сезініп, ладно, окей деймін да. Но сонда да андай болады ғой, білейін өзімнің сөзімде тұра алмадым деген сияқты. Сондай нәрсе бар да менде, Оны қанша 1 апта жасамай кетсем де, мен өзімді 1 апта бойы кінәлі сезініп жүремін. Сондаймын мен енді. Үшіншісі медитация болды, я. Медитация жасаңдар. Медитацияны мен ютубтан желательно тыңдамау керек дейді, но ютубтан мен кімді тыңдаймын? Мен білмеңдер, достар, сырғам түсіп қалды. Артын таппай қалдым, Медитацияны мен ютубтан Money Meditation деген бар. The Wizard List'in соның күн тыңдаймын. И потом ағылшынша медитациялар бар, сол Лиза советовать еткен. Оларды мен осы описанияға жазып кетемін. Если қажет болса, комментарияға жазып кетіңіздер, керек деген сияқты. Потом Айжұлдыз Адайбекованың өзінің өткен влогта айтып кеткен Сизап деген приложениесі бар. Сол Сизапта
медитацияларын жасаймын. Өзімнің телеграм канал ашып қойған, сол бойынша медитациялар жасаймын. Желательно мен таңертең жүрегіңді аш медитациясын жасаймын. Потом ақша медитациясын жасаймын. Ал кешке тревожности немесе для расслабления деген медитацияларын жасаймын. Просто либо терең тыныс алып жатамын кешке. Вот, медитация кетті. Потом менде всегда орындалмай қалатын әдетім бар. Қалыптастыра алмай жүрген әдетім ол кітап оқу, достар. Вот, кітап оқып сөз байлығымды дамытқым келеді да, бір сөзді деп айта бергім келмейді да. Өзімнің сөз қорымды дамытқым келеді. Сабақ айтқан кезде де бір сөз деп тұрғым келмеді. Өзім жақсы көретін, өзіме пайда әкелетін, өзімді дамытуға көмектесетін кітаптарды оқығым келеді. Пока что менде ондай кітаптар жоқ, бірақ хотя бы онлайн оқуға болады ғой. Но білмеймін, еріншектік па, әйтеуір сол 5-шісі ма, 4-шісі ма, короче, кітап оқу. Вот. Потом қалыптастыратын менің әдетім, қалыптастырып жүрген әдетім ол жаттығу. Қандай жаттығу? Вот қазіргі кезде маған андай силовой немесе қиналып істейтін жаттығулар мүлдем ұнамайды. Просто өзімнің андай расслабиться етіп, бұжырап қалған жаттығулар жақсы көремін. Но кардио жаттығуын жасаймын. And8 фитнес деген бар. Соның жаттығу мені вот өлтіреді. Потом пилатес, вот маған ұнап қалды андай. ABC пилатес жасаймын, немесе full body пилатес жасаймын. Мен просто ABC пилатес жасаймын, немесе ABC workout жасаймын. Потом соңында стретчинг жасаймын. Стретчинг немесе растяжка, денені созу, для осанки жасаймын, для рук жасаймын. И все. Сонымен мен жаттығым бітеді. Примерно жарты сағаттай алатын шығар. Сонымен осы жаттығуды да тоже кітап оқу, жаттығу екеуін вот қанша тырысам, но қалыптастыра алмаймын да. Дисциплина. Ең маңыздысы бүкіл айда дисциплина, достар. Дисциплина. Тұрақтылық. Менде сол екеуінде именно тұрақтылық жоқ кетеді да. Немесе желание болмай ма негізі. Желание деген нәрсе не ғой? Өтірік. Сенде тұрақтылық болу керек, короче. Желание и тұрақтылық, короче, екеуін араласып болу керек. Потом осы айда өздеріңізге тағы да бір жақсы қасиет, жақсы әдет, ол благодарность жазу, яғни шүкіршілік жазу. Шүкіршілік жазу арқылы сіз тәубе етуді түсінесіз, сонымен қатар шүкіршілік етуді, әр деталь үшін, әр нәрсе үшін, әр кішкентай нәрсе үшін сіз шүкіршілік ете білесіз да. Шүкіршілігіңіз арта береді одан самайын. Хотя бы күніне, жас көріңіздер, хотя бы күніне бүгінгі күніңіз үшін 10 нәрсеге шүкіршілік етуден бастаңыз. Ол не, мысалға, бүгінгі атқан таңым мен батқан күнім үшін шүкір, бүгінгі ішкен тамағым үшін, ішкен суым үшін шүкір, бүгінгі ұстаған оразам үшін шүкір, бүгінгі далада шығып тұрған күн үшін шүкір, бүгінгі киген киімім үшін шүкір, бүгінгі алған білімім үшін, бүгінгі алған информация үшін, бүгінгі мен көрген адамдар үшін шүкіршілік етемін. Айналамда тек жақсы адамдармен қоршап, мен жақсы көретін адамдармен қоршап, айналамда тек жақсы нәрселердің болып жатқаны үшін шүкір деп блокнотқа жазсаңыз болады. Блокнотқа күнделікті жай-жайдан 10-15 деп кете береді. Желательно 30 либо 20 штук благодарность жазыңыз. Бүгінгі күніңіз үшін, күнделікті болып жатқан нәрсе үшін шүкіршілік етуді білу керек. Күнделікті күніңізге шүкіршілік ете білу, ол қанағаттар. Мен әпкем туған күні, 8 мартқа мағынандай Фариза Төреәлінің гармония деген блокнотын сыйлады. Мынау реально качествосы күшті екен, базар жоқ.
андай нежный, сондай нәзікше. Бір жақсысы, бұда видео сабағы бар. Фариза Төрәлінің, потом не бар? Ең соңғы бетінде дұғалар бар. Фариза Төрәлінің өзіндік өмірлік ұстанымының кейбір кеңестерімен бөліскен. Потом әр 3 бет сайын цитаталар бар екен. Бұған мен өзімнің шүкіршілігімді, сонымен қатар самопрограммирование жазам деп шештім. Мынандай сүйкімді нелері бар. Не дейді? Стикерлері бар. Потом свечасы бар. И потом несі бар? Ручкасы. Вот. Күшті жазады екен. Шүкіршілік ете білу, шүкіршілік жазу. Менде қанша болып кетті? 6-шы, либо 7-ші болды ау деймін осы. Шүкіршілік жазу. Вот прям стоит. Шүкіршілігің артқан сайын Құдай саған бере береді. Шүкіршілікті еще жазған кезде уже қазіргі сәтпен жазу керек та. Өтіп кеткен нәрсе үшін де, қазіргі болып жатқан немесе болашақта қалайтын нәрсемді қазір уже болып қойған сияқты қылып жазу да күшті. И мен қазір өзіме андай әдет қалыптастырдым. Күнде Reels салу немесе TikTok салу. Күнде кешке мен Reels пен TikTok, күнде салам. И сол арқылы менде ана кезде көп просмотр жинады бір видеом. И уже менде адамдар қарап, уже Инстаграмның алгоритмін кішкене түсініп жатырмын. Но сонда да деу керек. Менің блогым үлкен болмаса да, менің өзімдік бір аудиториям бар. Өзімнің таныстарым көреді мені, өзімнің достарым, таныстарым, туысқандарым көреді осы видеоларымды. Потом сіздер көресіздер, жаңа көрермен сіздер көресіздер. Сөйтіп мені жайлап танып, маған подписка жасап, уже мен тани білесіздер да, әр жақтан іздеп уже. И мен содан мотивация аламын да. Білмеймін, мен кішкентай кезімнен влог түсіре берген ғой. Потом салам мен осы ютубқа сол влогтарымды. Ол кезде мен куклалар жайлы салатын. Куклаға қалай киім тігуге болады, қалай үй соғуға болады, куклаға қандай не істеу керек. Кукла жайлы болған бүкіл блогым, лайфхак анамнау. Вот сол достар. Пока что менде осылар өзіме қалыптастырып жатқан әдеттерім. Потом енді қыз баласы болғаннан кейін үйдің таза болуы өзімізге маңызды. Вот мен үй шашылып жатса, андай артық нәрселер шашылып жатады. Төсек немесе киімдер, полотенце тұрады. Вот солар мені раздражает. И мен оларды барынша алып тастаймын да. Өзім тірліктермен айналыса берем. Вот достар, менің осы айға қойған мақсатым, жоспарларым осы. Тек қана осы ай емес, осы уақытқа дейін де осы әдеттерді мен жасап келе жатырмын. Әлі де болашақта жасаймын. Өзімнің хоббиыма да уақыт бөлуге тырысамын. Өстіп ютубқа да видео түсіріп тұрамын. Менің айтарым осы, достар. Егер сіздер қандай өздеріңіздің өмірлеріңізге әдеттер қалыптастырыңыздар, немесе қандай әдет жасап, қандай привычкаларыңыз бар күнделікті жасайтын, соны комментарияға жазып, менімен бөлісіп кетсеңіздер де болады. Мен оқып, олар маған обратная связь, это важно, да, сіздердің қандай не нәрсемен қызығатындарыңыз мен үшін қызық. Сол себепті комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, бөлісіп, достарыңызбен каналға тіркеліп, менің басқа да видеоларымды көрсеңіздер болады. Мен сіздерді жақсы көремін. Осылайша әрдайым сіздердің дамығандарыңызды көргім келеді. Өзім сіздермен бірге, мен де өзімді дамыта беремін. Бірге дамайық, достар. Бірге жақсы әдеттерді қалыптастырайық. Мен сіздермен болған мен Аружан. Мен сіздерді жақсы көремін. Бүгін мен қоштаспаймыз, әлі де кездесеміз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.